Баршаңызға сәлем. Бүгін моңғол халқының цуйван тағамын дайындайтын боламыз. Біз отбасымызда бұны жиі жасаймыз. Бұл тағам бізге ұнайды. Өте дәмді әрі тез дайын болатын тағамдардың бірі. Бұл тағамды дайындау үшін алдымен қамыр елеп алуымыз қажет. Ұнды елеп дайындап аламыз өзімізге қажетті мөлшерде. Стакандағы суға тұзды салып араластырамыз. Енді қамырды елейтін боламыз. Қолымызбен ыдыстың жан-жағындағы ұндарды жинай отырып, қамырды қаттылау етіп илейміз. Арасына ешқандай түйіршік қалмау керек, қамыр әдемі болып илену қажет. Міне қамырымызды елеп болдық. Енді бетін жауып, қамырды июін қандыруға қойып қоямыз. Июі қанған қамыр әдемі жайылады. Етімізді, картошка, сәбізді осылай турап дайындап аламыз. Қазанды отқа қойып қыздырып аламыз. Енді өзімізге қажетті мөлшерде дайындап жатқан тағамымызға қарай сұйық май құямыз. Осы қызып тұрған майдың үстіне алдын ала жуып тазалап алған етті салып, қызартып, қуырып аламыз етті. Менің каналыма тіркеліп алсаңыздар болады. Күнделікті қарапайым үй жағдайында дайындалатын тағам түрлері, пирогтар, салаттар, неше түрлі тағамдар бар. Төменде подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алсаңыздар болады. Және де осы тағам дайындау тәсілім ұнаған болса, төменге комментарий жазып және лайк басыңыздар. Етті қызартып, қуырып аламыз. Тағамға ерекше дәм береді. Осылай жанында араластырып тұрамыз. Жоғары отта қуырамыз. Енді үстіне турап дайындап алған пиязды салып қуыратын боламыз. Пиязды да қызартып қуырып аламыз. Келесі жуылған картошканы саламыз. Бұны да аздап қуырып аламыз. Енді үстіне су құямыз. Картошкасы еті батып тұратындай етіп құямыз суды. Енді қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Қайнағанша қамырын жайып дайындап алатын боламыз. Қамырдың июі қанып әдемі болып тұр. Бастапқыда қолымызбен осылай басып, кейін оқтаумен жаямыз. Қамырды ұн себе отырып дөңгелетіп
әдемілеп жайып шығатын боламыз. Еттің қамырына жайғандай етіп, жұқа етіп жайып шығамыз. Қатты қалың болып кетпеу керек, және жұқада болып кетпеу қажет. Міне сорпамыз қайнады, оттың астын бәсейтіп қоямыз, етіміз қайнап пісе берсін. Қамырды жайып дайындап болғанша. Енді жайып болған қамырды төртке бөлеміз. Отқа тапаны қойып қыздырып, кесіп алған қамырды бір-бірлеп екі бетін кептіріп алатын боламыз. Қамырды кептіру көп уақыт алмайды, тез-тез дайын болады. Кептіріп алған қамырымызды орап, осылай жіңішке етіп, кеспе етіп кесіп шығамыз. Осылай қолымызбен арасын ашамыз. Енді дайын болған кеспені дәміне қарай тұз саламыз. Тұз аздау болса, дайын болған кеспемізді осылай салып шығамыз. Бетін осылай кәпкірмен басып қоямыз аздап. Суға батып тұру қажет. Енді бетін жауып, тамақтың піскенін күтеміз. Міне тағам дайын болды. Дайын болған тағамды тарелкаға саламыз. Өте керемет дәмді тағам болып шықты. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.